Абай атамыз айтады, өлмек үшін келгенсің, оныңды ойла дейді. Бәріміз мына өмірден өтеміз бір күні. Ешкім мәңгілік емес. Жыным ұстап тұр кәдімгі ше. Ё-моё. Серьезно ғой, аттап бастырмайды қайда барсаң. Бәріміз өмірден өтеміз. Ана үйінде жүрген балаларды ойлаңдар, кішкентайына. Солардың болашағы не болады ертең? Бір күндік мәшінем бар, астында тамағым бар деп жүрсіңдер ме? Надоело. Бәріміз өмірден өтеміз, бәріміз өлесіңдер. Сен осы өмірде қалмайды ешкімде. Ана балалардың болашағы не болады? Ойласаңдар соны, неге шықпайсыңдар ма? Әбіләзов ұру, Әбіләзов алдайын, Әбіләзов қазақтың бүкіл несін проблемасы жеке меншіктеп алған жоқ. Қазақтың проблемасы қазаққа ғана керек. Сондықтан шығыңыздар көшеге. Жата бермейді. Біреу істеп береді, біреу істеу керек. Тәубе, мешіттің ішіне кіріп алып жатсыңдар. Дұға тілеп Құдайдан, Құдай шешіп береді. Жатыңдар солай, қазақтар. Алла тағала адам баласын жаратқан кезінде ұл болып туатынына, қыз болып туатынына, ауру болып или сау болып тұратынына ғана таңдау берген жоқ. Қалған уақытта адам баласы жаратылғаннан кейін, туғаннан кейін қандай тамақ ішетініңді, қандай киім киетініңді, қандай қатын алатыныңды, қандай еркекке байға шығатыныңды, қандай машина мінетініңді бәріне таңдау өзің адам баласына берген. Алла тағаладан сұрап қарап отыра беру керек. Істеме, адам өзі әрекет ету керек. Алладан сұрап отыра бергеннен ештеңе өзгермейді. 30 жыл жаттық қой, 30 жыл шыдадық қой. Лидерге, тұлғаға табыну. Бәрі сен, біздің әке-шешелеріміз де сенді. Тәуелсіздік алған кезде бөріктен аспанға атып жүрген. Ойбай, егемендік алдық, маңдай жазық екен мына кісінің деп. Енді ұшпаққа шығамыз, енді әйтіп боламыз. Ананың айтқан бүкіл ертегісіне сеніп, 2030-да ойбай біз Евразия барысы боламыз. Кән сол, обещание кән сол. Соны сұрайтын уақыт келген жоқ па, қайда, не істедің деп. Неге сұрамаймыз да? Бізге ғана керек па? Кешегі таңда мен қасымда тұрған медет бәріміз неге барып келдік, Зайсан, жаңағы Күршім аудандарына. Кәдімгі бомба түскен жер сияқты ауылдары. Әдейілеп халықтың малын бүртсөлез қылтып, халықтың малын тартып алып жатыр. Ауылдың жағдайы тек қана мал шаруашылығымен ғана отырған адамдар мал тартып алғаннан кейін не істейді? Амалдың жоғынан көшет, көшкеннен кейін мектеп жауып тастайды, қалған ауыл сосын амал жоқ көшет. Мынау специально экспансия жасап отыр. Экономический давить етіп, светін өшіріп тастағаннан кейін, мектебін өшіріп тастаған, алып кеткеннен кейін халық не істейді ол жерде? 21 ғасырда Аягөз қаласында болдым. 100 жыл болған жаңа не тұрады? Үй тұр. Туалеті далада. Кочегарка кәдімгі қара көмірмен жағып отыр. Мен санап шықтым. Аягөз қаласының өзінде 8 кочегарка бар екен. 40 мың қаласы жаңағы 40 мың населениесі бар. 8 кочегарка тұр. Көк тұтын қаланың іші. Қаланың іші көмірі Қарағандыдан жаман. Теміртаудан жаман анау. Қардың беті кәдімгідей бір 5 сантиметр шығар, қара күл. Немнеде. Аягөзде. Ертең Қытайдың елу заводын салатын болса, тура сондай жағдайда боламыз біз. Өзіміздің Қазақстанда мұнай бар, газ бар, басқасы бар. Сонда қайда сол байлықтың ақшасы? 2020 жыл Назарбаев айтқан іздетейін деп. Қайда іздетейін еткенімізді? Дым білмейді. Бозторғай жұмыртқалайтын заман болады деп. Дым білмейді десе ғой, бір жөнше дым білмейді емес, бәрі білімсіздер ғой қазір. Интернеттен ақпаратты алып отырсыздар. Мен өзім оқымаған адаммын. Стройкада жұмыс істейді. Мен өзім білем, ақ пен қараның неме екенін, Қазақстанда қандай байлық бар екенін, Қазақстан Дубайдан мұнайды 10 есе артық өндіретін мен өзім білемін. Оқыған жігіттер қайдасыңдар? Кеудесін төс көретін ана ақын жазушылар қайдасыңдар? Сендерге ел керек жоқ па? Сендерге жер керек жоқ па? Көшіп кетуге дайындалсыңдар ма? Домбыраларыңды арқалап, айтысқа шығып алып, ана Балғынбек, кім бар тағыдан? Аттарын атып, ірткі салғым келмейді. Жеке-жеке ақындар, жазушылар, том-том кітап жазып, жер-жерді аралап, кеуделеріне медаль тағып, арқа-жарқа болып жүрген. Елім, жерім, ой, қазақтың арқасы осының бәрі. Мен қазақпын, өлуге дайынмын, жанымды беруге дайынмын деп әңгімен соққанда айдықсыңдерді. Қастермен мұрагерді барып қорғаңдар анау. Екі бауырларың тап-тамаша балалар кәдімгі дейді. Қытайдың текпісіне, езгісіне шыдамаймыз деп
Қытайдың қаншама қыспағынан ешқандай мемлекеттің азаматтары қашып шекара бұзып шықпаған екен. Тек қана қазақтар бас бермей, бой бермей шығып жатқан. Жанында ғана Тайвань, тағы да сондай ашылық мемлекеттерді қысқан кезде ешқайсысынан факт болмаған екен шекараны бұзып шыққан. Тек қана қазақтар бұзып шығып жатқан. Ауызбіршілікке болып барыңыздар, еңбектеп, жорғалап барсаңыздар да 21 күні қаңтардың Зайсанға барыңдар. Последний үйлерінде нан жемей кетсеңдер де жазушылар, анау ақын Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев дегендер, мен сендерге айтамын. Қазақ емессіңдер ме сендер? Назарбаев өледі, ертең елдің бетіне қай беттермен қарайсыңдар ма? Тұрыңдар ма? Жата бермейді. Анау жаңағы оралмандар айтады, Атажұрттың офисінде болдым мен кеше. Мен содан жылап тұрмын ше, мен жыламаймын негізі ешқашан. Анау алматылық кешегі КНБшниктерді айтып береді, мені езінің тілі барған кезде қыңқ деп дауысымды шығарған жоқпын ба. Келесі күн жұрттың көзінше келіп айтты, мына жігіт мықты екен деп ше. Бір сағат көрсетіп тұрған кезде деп дауысымды шығарған жоқпын, айттым, ұра беріңдер. Атажұрттың офисінде отырдым, ана жерде бар ғой. Қаншама балалар келіп отыр, жылап ше, балалар әкелерін көрмеген 2 жыл, 3 жыл жоқ, ізім қайым жоқ, кәдімгідей ше, хабар жоқ. Кім көмектеседі оларға, кім? Сол кезде ана бір кісі айтады, осы жаңағы мынау қысым басталмай тұрған кезде дейді, осы біздің ақын жаңағы жазушылар, нелер, эстрада жұлдыздары дейді, жаңағы бірінен соң бірі барады дейді, анда жаңағы Қытайға жаңағы Дөрбіжінге, Үрімжіге дегенде. Содан аналар алақандарына салып қарсы алады екен. Ой, бауырларымыз кетті деп, жаңағылардың төбесіне көтеріп, қалталарын ақша тығып, кәдімгідей әкесін танытып, алақандарына салып, аялап күтіп шығарып салған екен. Солардың бәрі мына жаққа келгенде солар танымайтын адам сияқты енді сені. Ана Мұхтар Шахановтың ат мінгізіп жүрген кезінде келгенде сол ат мінгізген адамға айтыпты. Сен мені атағым үшін бердің маған да. Менде түсініп тұрсың ба депті. Дәл осылай айтты. Естіп көріп отырсаңыз Мұхтар аға, мен сіздің лично өзіңіздің басыңыздың қатты сыйлайтын мысалға. Құрғаны Шаханов емес қой ерге барған, тағы да көп қой. Үлкен Шаханов мырзаның істеп ұстағаны жетеді. Ол кісіге былай тіл тигізгім де келмейді. Кешегі 86-ның проблемасын бүкіл әлемге жайып, Кремльде отырып айтқан үшін. Бірақ енді олай жасауға болмайды ғой, Кәртайды мекен, Алжасты мекен деп. Шахановты қойыңызшы, ол жастар қайда? Жастар шығу керек. Ер азаматтар қайда қазақтың? Қарап отыра береді, ананы ұстап алып, тән жерден қамап ұстапты. Ойбай ананы ұстап алып, қамап ұстапты. Немесе ана жаңағы қазір ашылып жатқан анау айтайын десең тағы да бар ғой, айтпайын десең. Партияларға кіріп жатсыздар қазір ше, неше түрлі ашылып алған партия. Сіздер неге оқымайсыздар? Партия деген болмайтын нәрсе екен. Дауыс беріп сен диктатормен дауыс беріп келісімшартқа келмейтін неге оқпайсыздар сіздер? Ешқашан болмайтын нәрсе. ЦИКте құдасы отыр. Ұрлықшыларды осылай іздеп тауып алып осылай не істесеңдер ғой жігіттер, ай, ё-моё. Өзің жұмысыңа келіп түсінікті ғой, сен ұрлықшыларды неге іздемейсіңдер осылай. Адам өлтіріп жатқан. Ана тенді өлтірген жігітті шығарып жіберген. Соның арқасында тен Алматыға барып, қашып барып, тенді өлтірген. Соны мен жіберген жоқпын. Именно сен жіберді деп отқан жоқпын. Сендер сияқты сотрудниктер жіберген сол. Бәрі бірдей емес қой, адам сотрудник. Мен бірдей емес екенім жоқ что-то. Мен өзім жұмысын адал десем. Адал жасаса, сол жігіттер неге жасамады сол кезде? Олардың да Келеште кезінде Алаштың 17 жыл Алаштың арыстарын сендер сияқты жігіттер мен жұмысын жасап жатырмын деп Қызыл империясына жұмыс жасап жатырмын. Сіз заңды жақсы білсеңіз, сіз андағы нәрсе істемейтін едіңіз. Сіз ана Астанадан звондаған кісілерге айтатын едіңіз, ол заңсыз приказды мен орындамаймын деп. Сізге ештеме істей алмайды деді. Жалғыздың шаңы шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды деген. Бізге дейінде қаншама азаматтар болған, қаншама ұлтым, елім, жерім деген азаматтар болған. Соның барлығын осы қазақтың қолдамағаннан, қолпаштамағаннан, бірікпегеннен, ауызбіршіліктің жоқтығынан бір қазақты бір қазаққа соғып, осындай дәрежеге жетіп, бас бермейтін шуласауларын атып,
қалғанның бәрін түрмеге тығып, тұлпарлар түрмеде отыр қазір, есектердің бәрі билікте отыр. Осындай жағдайда осы жалғасып кете береді да. Осыны тоқтатудың бір ақ амалы бар. Түрмеде отырған Арон Атабек, Макс Бокаев, Талғат Аян, Талғат Аян шықты ғой. Мұхтар Жәкешев, жаңағы Қайырлы Омар, Абишев, Қайырлы Омар. Солардан сендердің жандарың артық қой, қарапайым қазақтар. Мен сендерді таңғаламын. Мен олардың жаным ашық артық емес. Соттаса сотталғанын көреміз. Ештеңе жоқ. Қазіргі таңда мысалы бейбіт күнде сендер әу деп айта алмасыңдар, ертең Қытайдың экспансиясы ұшыраған кезде мяу деп айта алмай қаласыңдар. Соны түсінесіңдер ме сендер? құлдыққа дайындала беріңіздер. Қазір әу деп, мәу деп көшеге шығып, конституция бойынша, конституцияда жазылған, ақ пен қараға жазылған өзіңнің құқыңды талап ете алмасаң, онда ертең құлдыққа дайындала бер. Құлдыққа сен құлсың.